Көптеген физика оқулықтарында жазылғаны бойынша, жер бетіндегі еркін түсу үдеуінің мәні, яғни G 9,81 метр секунд квадратқа тең деп жазылған. Әрине біздегі бұл мән жуықтап алынған шама. Енді біз осы бүгінгі сабақта қарастыратынымыз Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңындағы еркін түсу үдеуінің сан мәні шынымен де 9,81-ге тең бола ма? Соны қарастыратын боламыз. Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңына сәйкес F тартылыс күші, яғни бұл күштің біз модулін алатын болсақ, бұл бізде тең болады гравитациялық тұрақты көбейтілген бірінші дененің массасы және де екінші дененің массасы бөлінген осы екі дененің ара қашықтықтарының квадраты. Яғни бұл жерде екі дененің центрінен бастап есептегендегі ара қашықтықтарының квадраты болып есептелінеді. Енді мен осы жағдайдағы менде жазылған тұрақты шамаларды ескере отырып, еркін түсу үдеуінің 9,81-ге тең болатындығына көз жеткізіп көрейік. Енді біздің жағдайымызда масса 1, масса 2 деп отырғанымыз, ол әсерлесіп отырған екі денені білдіреді. Яғни масса 1 мысалға бізде жерді беретін болса, масса 2 сол жердің үстінде орналасқан дене. Ал осы жағдайдағы R деп отырғанымыз осы денеменен жердің центріне дейінгі ара қашықтық болады. Яғни біздегі осы R ол жердің радиусына тең. Және де жердің радиусы біз көріп отырғандарымыздай 6371 километрға тең. Жалпы біз білетініміздей, күш деп отырғанымыз бұл екінші бір тұрғыдан масса менен үдеудің көбейтіндісі арқылы анықталынады. Осы формуладан біз үдеуді тапқымыз келсе, үдеу деп отырғанымыз бұл күштің массаға қатынасына тең болады. Яғни қандай да бір дененің қандай үдеумен қозғалатындығын білу үшін оған әсер ететін күшті және де оның массасын білуіміз керек. Ең бірінші осы үдеуді анықтау үшін біз жердегі тартылыс күшін есептеп көрейік. Бұл жерде біз жерді қарастырып отырғандықтан масса 1-дің орнына мен жердің массасын аламын. Енді мен атап кеткенімдей, үдеуді табу үшін осы әсер етуші күшті массаға бөлуіміз керек. Бұл жағдайдағы бірінші масса жердің массасын беретіндіктен мен дененің үдеуін табу үшін мен осы жердегі теңдіктің екі жағында масса 2-ге бөліп жіберсем болады. Яғни теңдіктің сол жағын масса 2-ге бөлемін және сол сияқты оң жағында масса 2-ге бөлеміз. Осы жерде көріп отырғандарымыздай масса 2-лер бұлар өзара қысқарып кетеді, ал теңдіктің сол жағындағы күштің массаға қатынасы бұл үдеуді береді және де бұл жай ғана үдеу емес, бұл дененің еркін түсу үдеуі болып есептелінеді. Енді біз осы жерден дененің еркін түсу үдеуін жазар болсақ, еркін түсу үдеу, яғни бұның модулі бізде тең болады екен гравитациялық тұрақты көбейтілген жердің массасы бөлінген R квадрат. Енді осыны әрі қарай біз калькулятордың көмегімен есептейтін болсақ, бізде G-дің мәні берілген, масса жер ол да берілген, және де R, яғни ара қашықтық біздің жағдайымыз үшін ол жердің радиусын береді. Ол ара қашықтықта бізде белгілі. Осы үш шаманы біз калькулятордың көмегімен есептейтін болсақ, бізде шамамен 9,82 метр секунд квадрат шығады екен. Енді осы жерде мен тағы да бір маңызды жайтты атап өткім келіп тұр. Яғни жердің бетінде еркін түсу үдеуі бізде осындай шамаға тең болғанымен, бұл еркін түсу үдеуі жерден алыстаған сайын оның мәні де азая береді. Яғни мына суреттен көріп отырғандарымыздай, жерден шамамен 400 километр биіктікте орналасқан
жасанды жер серігін көріп отырмыз. Яғни бұл жерден едәуір биіктікте орналасқандықтан бұған әсер ететін еркін түсу үдеуінің шамасы осы мәннен азырақ болып келеді. Енді біз есептеуімізге қайтып оралар болсақ, біздегі шыққан сан 9,82, ал біз оқулықтардан көріп жүрген сан ол 9,81. Яғни сіздер айтуларыңыз мүмкін, бұл жерде не үшін айырмашылық пайда болды деп. Бұл жерде еркін түсу үдеулерінің кішігірім болса да айырмашылыққа ие болатын себебі біздегі жер шын мәнінде бір текті идеалды сфера болып есептелінбейді. Яғни оның әр бөлігіндегі тығыздық әр түрлі болып табылады. Және де осы сияқты тағы да басқа да осындай еркін түсу үдеуінің ауытқуына алып келетін факторлер бар болып табылады. Сондықтан да біз осы есептеу барысында еркін түсу үдеуінің дәл мәнін ала алмайды екенбіз. Атап кеткенімдей, бұның барлығы, яғни осы жердің идеалды шар тәрізді емес, кішігірім болса да формасы жағынан айырмашылыққа ие екендігіне байланысты. Енді тағы да біз келесідей сұраққа жауап іздейік. Енді біз жер бетінен шамамен 400 км биіктікке дейін көтерілген жағдайдағы дененің еркін түсу үдеуі қалай өзгереді? Соны есептеп көрейік. Бұл жерде біз жерден 400 км биіктіктегі еркін түсу үдеуін анықтау үшін осы мен қолданған формуланы қолданып есептей береміз. Бұл жердегі үлкен G шамасы ол өзгермейді, тұрақты. Жердің массасы да өзгермейді. Біздегі өзгеретін шама бұл R ара қашықтық. Яғни біздің қарастырайын деп отырған мысалдағы бұл жасанды жер серігі жерден шамамен 400 км ара қашықтық, ол осындай бір ара қашықтық болуы мүмкін. Олай болса, мен осы жердегі радиустың қасына тағы да осы 400 км ара қашықтықты қосамын. Олай болатын себебі осы жердегі R деп отырғанымыз ол қарастырылып отырған екі дененің центріне дейінгі ара қашықтық болып есептелінеді. Біздің жер серігі жерден 400 км биіктікте орналасқандықтан осы 400 км-ді мен 6371 км-ге қосып есептейтін боламын. Олай болса, біздегі R ара қашықтық 6371-ге 400-ді қосатын болсақ, 6771 километрға тең болады. Немесе бұны метрге айналдыратын болсақ, ол 6.771.000 метр. Немесе бұны тағы да 6.10.771 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде метр деп те жазуға болады. Енді әрі қарай дәл осы формуланы қолдана отырып, тек R-дің орнына осы санды қояр болсақ, онда біздегі еркін түсу үдеуінің шамасы 8,169 метр бөлінген секунд квадратқа тең болады екен. Яғни бұл еркін түсу үдеуі жерден 400 км биіктікте орналасқан. Біздің жағдайымыз үшін осы жасанды жер серігіне әсер ететін еркін түсу үдеуінің шамасы болып тұр. Енді бұл жерде өлшем бірліктің метр секунд квадратпен шыққандығы да түсінікті. Олай болатын себебі бұл жерде G менен масса жер көбейтілген кезде бізде килограммдар өзара қысқарып кетеді. Ал оны әрі қарай ара қашықтықтың квадратына көбейткен кезде метр квадрат метр кубпен қысқарып, метрдің өзі қалады, ал астында секунд квадрат өз жазылады. Сонда метр бөлінген секунд квадрат өлшем бірлігімен шығады екен. Енді осы жерде тағы да бір ескере кететін жайт, осы ғарыш кемесі жерден шамамен 400 км биіктікте орналасқан жағдайда оған тартылыс күші әсер етпейтін сияқты болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде оған тартылыс күші әсер етіп жатыр, және де оның шамасын біз есептеп таптық. Бірақ осы жағдайда ғарыш кемесінің жерге қарай құлап кетпейтін себебі, өйткені бұл ғарыш кемесі өте үлкен жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Яғни оның жылдамдығының өте үлкен болуы оның осы жерге құламауын қамтамасыз етеді. Және де ол осындай бір жерден
қандай да бір биіктікте орбита бойымен қозғалыс жасай бастайды. Енді біз келесі сабақтарда қарастырамыз осы ғарыш кемесінің жерге құлап қалмайтындай орбита бойымен қозғалыс жасау үшін ол қандай жылдамдыққа ие болу керек екен, соны есептейтін боламыз. Яғни осы айналмалы қозғалыс жасайтын денеге төмен қарай тартылыс күші әсер етеді, және де бұл тартылыс күші центрге тартқыш үдеуді туғызады, және де центрге тартқыш үдеудің әсерінен дене төмен қарай құлап кетпейтіндей қандай жылдамдыққа ие болу керек, соны біз келесі сабақтарда қарастыратын боламыз.